Бүгін аймақ басшысы Алтай Көлгіновтің төрағалығымен өткізілген кеңесте қала тазалығы мен абаттандыру шаралары талқыланды. Облыс әкімі шаһар басшылығы мен кәсіпорындардың жетекшілеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Тұрғындардың сенбілікте белсенділік танытып, құрал-саймандармен қамтылуын да міндеттеді. Шаһарда абаттандыруға тікелей жауап беретін Жайық таза қала мен Орал таза сервис кәсіпорындары негізгі міндеттеріне толық дайын. Мәселен, Жайық таза қала серіктестігіне қарасты 4 шаң сорғыш, 26 жуу машинасы мен 22 сыпырғыш техникасы сақадай сай тұр. Бүгінгі таңда кәсіпорын қаладағы ұзындығы 90 шақырымды құрайтын арық жүйелерін тазарту жұмыстарына кірісті. Ұжым қызметкерлері қалашылық көпірлер мен жол жиектерін тазалау және жуу шараларын бастады. Қаладағы саябақтар мен алаңдардағы көң қоқыс жәшіктерін және орындықтарды сырлауға қажетті құралдар жеткілікті. Аймақ басшысы ертеңгі сенбілікте ұжымдардың белсенділік танытып, ортақ мекеніміздің тазалығына шын пейілмен ат салысатынына сенім білдірді. Қала басшылығына облыс орталығын қар астында қалған тұрмыстық қатты қалдықтардан арылтып, одан соң көгалдандыру жұмыстарын қарқынды жүргізуді тапсырды. Чтобы КСК работали во дворах, чтобы коллективы... Пәтер иелері кооперативтері тұрғын үйлердің айналасын тазалады. Кәсіпорын қызметкерлері көп жұмыс жасады. Тұрғындар бұл істе әкім келіп қарашыйды, тазалайды деп отырмау керек. Қазір маған контейнерлердің жанына қоқыс шашып кетеді деп те шағым түсіп жатыр. Мұрат Рахметұлы, бүгінгі бірінші мәселе ауланы, көшені, қаланы абаттандыру, кейін көгалдандыруға кірісеміз.